Қымбатты ұстаздар, қадірлі қонақтар, бүгінгі күн осында отырған бәріміз үшін ерекше күн. Оның ерекшелігі сол 4 жыл бойы мектеп табалдырығын жүрексіне аттаған кішкентай балдырғандар еді. Енді міне ойлары да өсіп, бастауыш білім сатысынан орта буынға шыққалы отыр. Бесіктегі баланың күлгенін көрген бір мұрат, алдынан түсіп ананың жүргенін көрген бір мұрат дегендей, ол да бір қуанышты күн. Армандасаң да, қиялдасаң да, балалық шағың көз алдыңа келеді. Өйткені биік асуға беттеген аяулы ғұмыр, ғажайып өмір, осынау бал күлкілі балалық шақтан басталады. Міне, бүгін біздің бүлдіршіндер өміріне өшпес із қалдырған бастауыш сыныбымен қоштасып, бір жылға тағы да есейгелі отыр. Ендеше қызықты да ғаламат өзгерістер сыйлаған, білім нәрімен сусындатқан, өмірде өз жолдарын табуға жол сілтеген ұстаздарына, ата-аналарына өз өнерлерін көрсетуге дайын. Талаптарыңа нұр жаусын деп, бастауышым бал бұлағым атты ертеңгілігімізді ашық деп жариялаймыз. Армысыздар, мұғалімдер, әзжандар, білім іздеп инемен құдық қазғандар. Құшақ жая қарсы аламыз сіздерді, бей-билеп, әнде бүгін шұрқалар. Қош келдіңіздер, ақ жаулықты аналар мен әкелер, жүздерінен мейірім мен нұр төгілер. Бүгін міне бастауышпен қоштасады, азамат боп ер жеткен сіздің түлектер. Бүгін біз сауатымызды ашып, білім негізін қалаған бастауыш мектебімізбен алғашқы қолымызға қалам ұстатып, оңымызбен солымызды танытқан ұстаздарымызбен қоштасқалы отырмыз. Тарыдай болып кіріп, ақыл ойлары толысып, оң мен солын танып, жақсы мен жаманды айыра білуді үйренген шәкірттеріңіздің ұйымдастырумен өткізгелі отырған бастаушым бал бұлағым атты қоштасу мерекесін бастауға рұқсат етіңіздер. Олай болса, бастауыш сыныпты бітіруші түлектерімізді ортаға шақырайық. Толқимыз толқып тұрсыз баршаңызда, мұндай күй болған сірә қаншаңызда. Қол соғып, қошеметтеп шақырайық 4-ші бас сынып түлектерін ортамызға. Армысыздар, жас достар, болашаққа жол бастар. Білім деген ғажаптың, келешегі қазақтың басталады сендерден. Мектеп туралы тақпақ. Қоштасу тойын бастайық, әрмен биге басайық, өнерімізді көрсетіп, құрметіне қол қойдың, әрмен шашу шашайық. Армысың сен алтын ұя мектебім, саған айтар жалғысым көп менің, жүректерге жаққан білім шырағын, сені мәңгі мақтан етем мектебім. Мектеп деген білім кені, жыр кені, мектеп деген ғылымның ең үлкені, мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың мекені. Мектебім білім берер алтын ұям, ер жетіп сенде сезім артты санам. Баулаған 4 жыл бойы ата-анамдай, әр қашан қасиетті атың маған, арада өтсе дағы дүркіреп жыл. Әр күні балалықтай бір жүрек бұл. Өзіңе борыштарымын өмір бойы, есейген шәкіртіңнің серті деп біл. Өтті оқу сан сабақ, бүгін үлкен салтанат. Оқулықпен достасып, бастауышпен қоштаспақ. Қош бол құтты бастауыш. Алғыстарым көп менің, ақыл білім тәрбие, ой санама еккенің. Есігінді ашқан балаңа, құшақ жайды мектебім сен қуаны. Сол бір сәтті ұмыта алам ба, сенен артық дүние таба алам ба. Мектебім мәңгі бапкерім, қарызы саған бәріміз өзіңе деген парызды ақтаймыз талай әлі біз. Армысың сен алтын ұя мектебім, саған айтар жыр алғысым көп менің. Жүректерге жаққан білім шырағын, мектебіме арналады бұл әнім. Олай болса, алтын ұя мектебімізге арнап, мектебім әнін шырқайық. Хор мектебім.
адамдарының бірі ұстаз. Өйткені оның көкірек көзін ашып, дүниетанымын кеңейтіп, қиялға қанат қақтырады. Дұрыс айтасың, ұстаз еңбегі ұлы еңбек. Сондықтан да ұлы ақын Абайдың ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп айтуында терең ой жатыр. Ұстаз, осы сөзде қаншама мән мағына жатыр десеңізші. Ғылым иесі ғалымда, ел қорғаған батырда, тілінен бал тамған ақында, бәрі ұстаздан білім алған. Сондықтан ұлағатты ұстаздар, сіздерге бүкіл адам баласы құрметпен бас иеді. Ұстаз туралы тақпақ. Есімде алғаш ұстаздың қарсы алғаны, айқара есік ашып тасталғаны, бір мереке думан болып осы маңда жетелеп бір сыныпқа барғаны. Енді міне сағымдай боп өте шықты, 4 жыл уақыт азбай екен кім біліпті. Ұстаз ана жасады мына бізден, ел таңғалар бір азамат бір мықты. Әлі есімде мектепке келгеніміз, кеткеніміз, сыныпқа енгеніміз, жасқаншақта таңырқап тұрғанда, өзің болдың ұстазым сенгеніміз. Ұқсаттың ба сіз бізді балаңызға, ұқсатып ек біз сізді анаңызға. Жақын тарттың бір түнде бауыр басты, жүргеніңді ұнатып арамызда. Кеп кешегі тосырқау қайда қалған, шықпаушы едік бір елі айналыңнан. Мерің бе, ұстаздық жүрегің бе, жан дүниесін баланың жайлап алған. Ұстазым ғой әліпбиді үйреткен, көкейіме көлік беріп көлеккен. Мен оқытып, өркенімді өсіріп, жалындатып жанарымда нұр еткен. Жандыраған жаздай жылы жаны бар, жақсылықтың шырағы боп жағылар. Қадірлі ұстаз гүлмен бірге жолдаған, шәкіртінің жүрек сөзін қабыл ал. Қор ұстазым. ата-әжелеріміз бен ата-аналарымызға білдіргіміз келіп отыр. Біздің өміріміздегі асыл жандар ол сіздер. Бас иіп, шексіз алғысымызды ақ жаулықты аналарға және
қадірлі әкелерге білдіреміз. Біздің қуанышымыз бен жеңісімізге ортақ болған, бізбен бірге уайымдаған ата-ана. Олар бізге дүниедегі ең жақын қадірлі адамдар. Ана туралы тақпақтар. Аяулы анашым, мен үшін не керек, бәрін іздеп табасың. Айналайын анашым, жұмысыңа барасың. Қайтып мені көргенде шын қуанып қаласың. Аямай бар ғұмырын баласынан, түн ұйқысын 4 бөліп таң айырған. Есейіп ержеткенде бұл өмірде анаңдай таба алмайсың жанашыр жан. Ананың қадірін біл аманыңды, күлкісіз сүйміннен жанарыңды. Өзгелерден іздеме жұмағында, өзгелерден жұмақтың кілті ананың табанында. Ардақты ана аяуына қымбаттым, тәтті құнды бөліп талай үн қаттың. Өміріме нәрін беріп, ақ судың кең құшағың аясында гүл бақтың. Құрметті ата-аналар, біз сіздерге алғысымызды білдіре отырып, келесі әнді өздеріңізге арнаймыз. Хор, анашым Папури.
бір жыр арнаған. Шықтым енді ортаға биші қыздар, тал шыбықтай иіліп мың бұралған. Мың бұрала билейтін, биді жақсы көретін, қыздарымыз бар біздің, қазақ биін билейтін. Деп ортаға бишілерімізді шақырайық. Қазақ биі, мың бұралған бишілерімізге кезек берейік. Болмасам да ұқсап ба, бір ғылымды көрсеңіз, ондай болмақ қайта деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Деп Абай атамыз айтқандай, ұлы ғұламалар, ұлы адамдардың өнегелерін бойымызға сіңірдік. Ән, туған ел, орындайтын Омар Балерке. Бақытым бастан таймады
Көңілді күн орындайтын Серік Ақбаян. Серебендік жемесін сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің туған тойының әнін естіп, есігіңді
басты өзіміз асылдардың сынығымы жақсыларын жайсан айтқан сөзіміз ұлы қазақ еліміз ұлы еліміз самға желбіретіп туынды самға аямаса сенің жаныңды самға асқақтатып еліңді алынбай елің үшін биікке самға Жігіттер бие, жігіттерді қарсы алайық. Sana bir şey diyorsun. Sağ olun. Yeah.
Muğallima sabah sırap durğan şan
қоштасып тұрмын. Алғашқы ұстаздарымызбен қоштастық. Бізді болашақта не күтіп тұр екен? Қандай асулары бар алда? Оқу білім, ізденіс жолдары, жаңа ұстаздар күтіп тұр. Бастауыш туралы тақпақтар. Бастауышың бал буағым, алдым сенен балдың дәмін, әріп танып, білім алып, рахметімді жаудырам. Өтті сенде қызық шағым, бастаушым бал бұлағым, қоштасар күн жетті міне, қимастықпен қол бұлғаймын. Оқушыларымызға ақ жол тілей отырып, орта буынға шығарып саламыз. Құрмен, қош бол балалық, қош бол сүйікті бастаушым. Ән, қимай тұрмын. Орындайтын Мұрат Эльнара. Бәйрендік жазу мен әріптеді, білімді бойыма қойып берді. Біздерге жетеміз белестерге, білімге ғылымға жақсылыққа, үйреткен ұстазға көп рахмет әпкеме. Қимай тұрмын, қимай тұрмын. Ризамын мектебім алтын ұям, сыныпты әпкейді қалай қиям. Тарыдай боп кіріп ұямызға, таудай боп шықтық біз қасқағында. Қоштасқым келмейді әткен әттең, уақыттың талабы қатал неткен. Шығарып салып тұр ұстазымыз қимастықпен. Қимай тұрмын, қимай тұрмын, өз-өзіме сыймай тұрмын. Ұстазым-ай, ұстазым-ай, сізбен өткен қыс жазым-ай. Қимай тұрмын, қимай тұрмын, өз-өзіме сыймай тұрмын. Ұстазым-ай, ұстазым-ай, сізбен өткен қыс жазым-ай.
Микрофон алсашы. Рахмет. Ата-аналар атынан сөз кезегі Исаева Маржан апамызға беріледі. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, бүгін үлкен мереке болып жатыр. Кішкентай біздің балапандарымыз бастауышпен қоштасып, орта буынға өтіп жатыр. Мереке құтты болсын. Ал құрметті аяулым, саған көп рахмет айтамыз. 4 жыл бойы осы біздің балапандарымызды білім нәрімен сусындандырып, өзіңнің бар біліміңді, біліктілігіңді көрсетіп, осыларды тәрбиелеп келе жатырсың. Міне орта буынға бүгін шығарып жатырсың. Әр уақытта мерейің үстем болсын. Осы шәкірттерің өзіңнің үмітіңді ақтасын. Өмірде әрқайсының әр басқан қадамдары нық болып, болашақтары жарқын болсын. Өмірде өз орнын таба білетін шәкірттер болсын. Осылардың әр жеткен жетістігіне марқайып қуанып, бастауышта мен оқыттым деп қуанып жүр. Біздің болашағымыз осы балапандар, болашақтары әр уақытта жарқын болсын, бақытты болсын өмірде. Зейінді, зерделі, ақылды, білімді болсын. Бақытты өмір кешсін, бақытты балалық шақ тілеймін, денсаулық тілеймін барлықтарына. Ал рахмет. Құрметті ата-аналар, келген қонақтар, міне біздің осымен бастауышын балаларым атты ертеңгілігіміз аяқталғалы отыр. Ата-аналарыма үлкен рахмет айтқым келеді. Осындай балаларды жаңағы білімге керекті бар нәрсемен қамтып отқандарыңызға, жаңағы бір ауыз біршілікпен осындай керемет балаларыңызды отқандарыңызға мыңда бір рахмет. Балаларыңыз сіздерді тек биіктерден көрсетсін. Енді балаларыма айтатыным, балалар, енді сендер бастауышпен қоштасып, орта буынға барғалы отырсыңдар. Талаптарыңа нұр жаусын, сабақтарыңды беске оқыңдар. Кімнің шәкірті деген кезде менің шәкіртім дейтіндей керемет шәкірттер болып өсіңдер. Осы мектепті жақсы аяқтап, қалаған оқу орындарыңа түсіп, өмірлерің, болашақтарың жарқын болсын. Тек жақсылық тілеймін сендерге. Құламаңдар, қазір мен жылап қаламын. Осымен бастаушым балбұлағым атты ертеңгілігіміз аяқталды. Көріп тамашалағандарыңызға